Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз жол қозғалыс ережелерін бойынша емтихан сұрақтарының үшінші талдауын қарастырамыз. Қызықты жағдайларды талдап, жүргізуші куәлігін алуға үміткерлер жиі жіберетін қателіктерді анықтап, дұрыс жауаптарды жан-жақты түсіндіреміз. Ендеше бастайық. Жүруді жалғастыру үшін қандай көлік құралына реттеушінің сигналына сәйкес қиылыста жүруге рұқсат етіледі? Реттеушінің бұл сигналы қолдар бүйірге созылған немесе төмен түсірілген кезде оң жағынан немесе сол жағынан тура немесе оңға жүруге рұқсат етіледі. Ал кеуде жағынан немесе арқа жағынан жүруге тыйым салынады. Сондықтан дұрыс жауабымыз тек жеңіл автокөлікке. Көлік құралдары осы қиылыстан қандай реттілікпен өтеді? Бағдаршамның сары немесе қызыл сигналымен бір мезгілде қосымша секцияға қосылған көрсеткі бағытында қозғалыс кезінде жүргізуші басқа бағыттардан қозғалатын көлік құралдарына жол беруге міндетті. Сондықтан дұрыс жауабымыз ең бірінші жеңіл көлік, содан кейін трамвай мен автобус бір уақытта. Реттеушінің осы берген белгісі бойынша қай жүргізушіге тура жүруге рұқсат етіледі? Реттеушінің бұл белгісі оң қол алға созылған. Арқа жағынан немесе оң жақ бүйірден барлық көлік құралдарына жүруге тыйым салынады. Кеуде жағынан тек қана оңға рұқсат етіледі, ал сол жағынан барлық бағыттарға жүруге рұқсат етіледі. Сондықтан дұрыс жауабымыз бізде тек жеңіл автомобиль жүргізушісіне. Көлік құралдары осы қиылыстан қандай реттілікпен өтеді? Бағдаршамның сары немесе қызыл сигналымен бір мезгілде қосымша секцияға қосылған көрсеткі бағытында қозғалыс кезінде жүргізуші басқа бағыттардан қозғалатын көлік құралдарына жол береді. Сондықтан дұрыс жауабымыз автобус пен жеңіл көлік бір уақытта, содан кейін трамвай. Осы жағдайда қандай көлік құралдарының қозғалысына тыйым салынады? Бұл реттеушінің сигналы. Қолдар бүйірге созылған немесе төмен түсірілген кезде кеуде жағынан немесе арқа жағынан барлық көлік құралдарына жүруге тыйым салынады. Ал оң жақтан немесе сол жақтан тура немесе оңға жүруге рұқсат етіледі. Сондықтан бізде дұрыс жауабымыз көк, жасыл және ақ. Осы траекториялар бойынша жүруді жалғастыру үшін қандай көлік құралына реттеушінің сигналына сәйкес қиылыста жүруге рұқсат етіледі? Реттеушінің бұл сигналы оң қол алға созылған. Арқа жағынан немесе оң жақ бүйірден барлық көлік құралдарына жүруге тыйым салынады. Кеуде жағынан тек қана оңға рұқсат етіледі. Сол жағынан барлық бағыттарға жүруге рұқсат етілген. Сондықтан дұрыс жауабымыз бізде тек Д сары жеңіл автокөлігіне. Мына жағдайда жол қозғалысына қатысушылардың қайсысы ережелерді бұзады? Реттеушінің бұл сигналы қолдары екі жаққа созылған немесе төмен түсірілген. Реттеушінің оң жағынан немесе сол жағынан көлік құралдарына тура немесе оңға жүруге рұқсат етілген. Ал жаяу жүргіншілерге арқа жағынан немесе кеуде жағынан жолдың жүру бөлігін кесіп етуге рұқсат етіледі. Сізге қиылыстан кейін реверстік жолағына кіруге рұқсат етілген бе? Реверсивтік қозғалыстың жолағына кіруге бағдаршамның жасыл сигналы кезінде ғана рұқсат етіледі. Сондықтан дұрыс жауабымыз жоқ. Көргендеріңізге рахмет. Егер бейнеролик сізге пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылып, бұл видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Жол жүру ережесі бойынша емтихандық тесттердің толық нұсқасына жеңілдікпен қол жеткізгіңіз келсе, бізге WhatsApp-қа жазыңыз. Байланыс мәліметтері сипаттамада көрсетілген. Сіздерге жолда қауіпсіздік, көлік тізгінінде сенімділік және емтихандарды сәтті тапсыруды тілейміз. Келесі кездескенше.